Men номері 112-ші жалпы орта білім беретін мектептің 9-ші Б сынып оқушысы Аманшикова Ләйла боламын. Мен мектепішілік сайлауда президенттікке үміткермін. Әрбір адамның өмірлік ұстанымы болатындай, менің де өз өмірлік ұстанымым бар. Ең басты ұстанымым адам қолынан келмейтін іс жоқ. Тек терең ой, талап, еңбек, сонда болар жеңбек. Егер мен мектеп президенті болсам, қандай жобалар мен алға қойған мақсаттарым мен оқушылар мен мұғалімдер күнінен шыға аламын деген сұрақ пайда болады. Алға қойған мақсаттарым өте көп. Солардың басты негізін айта салсам, менің басты міндетім әуелі мектептің абыройын, намысын қорғап көкке көтеру және оқушыларға білім сапасын жаңарту және алға қойған басты жобам дебат қозғалысын, тілдік бағдар үйірмелерін көбейту, оқушылар мектеп бағдарламасын жаңарту және оларды оқушылар арасында көбірек жиірек өткізу. Спорт денсаулық кепілі. Әрбір мектепке спорттан ынтасы бар және спорт сүйгіш оқушылар табылады. Сол оқушылардың басты мақсаттары спортпен бірге жұмыс жасау. Менің де алға қойған мақсатым мектеп ішінде спортты жаңғырту.